Ассалаумағалейкум барша дремлига сүйер қауым, арнама қош келіпсіздер. Әдеттегідей достар, сіздерден қолдау күтемін. Каналға тіркеліп лайк басып барынша қолдап жүріңіздер. Қолдауды аямаңыздар достар. Қазақты қолдамаса қазақты кім қолдайды? Сіздердің қолдауларыңыз менің дамуыма және де осындай керемет видеолар шығаруыма үлкен үлесін қосатын болады. Құрметті достар, байқағандарыңыздай мен ава мен шапканы өзгерткен болатұғынмын. Маған осы Nitro Hub деген бауырым жасап берді. Осы ава шапканы керемет жасайды. Міне каналын көріп кетсеңіздер болады достар. Телеграм каналы көптеген адамдар жасатқан, жақсы отзывтар бар. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте сапалы, арзан бағада істейді. Осы телеграм каналға тіркеліп кетіңіздер. Осындай керемет канал, телеграм канал сіздерге жарнама жасап отырмын. Өзім де істеттім, сапасы өте жақсы, өзім гарантия бере аламын. ютубты жаңадан бастап жатқан жандарға өте керемет деген ойдамын. Тіркеліп лайк басып бауырымызды қолдап жүріңіздер достар. Бүгінгі видеода енді мен тегін агент ашатын боламын. Барлығына қызықты болады деген ойдамын. Мен көп созбай бастайын. Кеттік достар. Достар, ең алдымен трансферға өтейік. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай мен 3 агент жинақ қойдым. Және де бұл жерде бір редке жинадым да 3 легендарный жинақ қойдым. Алдымен алып бісміллә деп осы редкеден бастайын деп отырмын. Ал кетті, ал қандай ойыншы түседі екен? Бұл жерде бізге қандай ойыншы түседі екен? Қазір достар, точно қақпашы емес екен. Бұл қандай ойыншы? Бұл бірінші рет естіп тұрмын ойыншының атын. И давайте все вместе. Так, одан кейін легендарныйды бастаймыз, ал бісміллә деп. Бұл жерде 80+ ойыншылар түсетіні сөзсіз. Бұл қандай ойыншы екен енді? Так, көрейік, бұл ойыншы Фабиньо дейді. Жақсы достар. 82 рейтингта ойыншы түсіп жатыр. Рынокта енді бұдан жоғары рейтингта ойыншылар жоқ, оның бәрі менің составымда тұр. Так, бұл жерде состав толып біткен екен. Жібере салайық. Ал кетті. Бұл жерден қандай ойыншы түседі екен бізге? 32-ші нөмірлі дейді. Бұл қандай ойыншы? Тиаго Сильва түсіп жатыр. Бразилиялықтар жинап жатырмыз ақырындап. Так, бұл да керек емес бізге. Бұны жібере салу керек. Так, енді соңғысын ашып көрейік достар. Соңғысын. Бұл жерде бізге қандай ойыншы түседі екен? Тағы да 32-ші нөмірлі дейді. Бұл Джек Грилиш екен достар. Джек Грилиш түсті бізге. Енді болады әйтеуір. Ең алдымен достар, жерден 240 монета призімізді алып алайық. Және де онлайн матчтан бір матч ойнап, бағымызды сынап көрейік. Ойыншылардың баптарын сынап көрейік енді. Баптарында мекен өз ойыншыларым мықты мекен әлде? Әлсіреп қалды мекен көрейік ал. Барселона дейді. Әлсіз қарсылас, енді көреміз шама келгенше. Шкриняр. Бұл жерде уже қателесіп отырмыз. Дремлигаға кірмегелі біраз уақыт болып болды. Бұл жерде Абамеянг, Шкриняр шабуылға шығып баратыр еді. Болмай қалды. Неме болып бітті мына ойын деген? Де Брюйне тартып алшы, хорош. Мессиге пас, Месси Абамеянгқа қарайып асырды. Абамеянг тебе сал осы жерден. Айбай, биік кетіп қалды. Көздей алмады. Дәл көздей алмады қақпаны. Ливакович допты ойынға қосады. Бұл жерде енді Хакими доп тартып алды. Жақсы. Мессиге пас. Месси тамаша жылдамдықпен жүйткіп келе жатыр. Және пас берді әдемі, және де гол достар. Абамеянг дайынасқа тік қасық болды. Әдемі гол. Жай ғана аяғын қоя салды десек болады. Бұл жерде енді қарсылас талпына қояр ма екен жаңа шабуыл жасауға? Модрич
Грилишке пас, Грилиш тағы Абамеянг енді соққы жаса және жақындатып алдым. Так, бұл жерде Абамеянг тағы соққы жасауға болады және де қисық кетіп қалды бұл жерде. Сәл-пәл интернетпен енді проблема болып жатыр, мәселелер болып жатыр. Келини Абамеянгқа пас, допты қабылдай алмады. Cancel бұл жерде қапталда жүгіріп келе жатқан допты тартып алу керек, тартып алды. Погба Абамеянгқа пас, Абамеянг Грилишке пас өтпей қалды. Бен Насер, Марез, алжирліктердің тамаша дуэт екен. Бұл жерде Грилиш Мессиге қарай тамаша пас асырды қапталға. Оң жақ қапталмен Месси жүйткіп келе жатыр. Шашасына шаң жұқтырмайтын Мессидің көтерген пасы, әуелет асырған пасы. Грилиш екінші тарта қабылдай алмады және де Погбаның соққысы өте әлсіз болды. Келини екінші қабатты бермейтін алпамса денелі Келини. Так, алда қарай пас асырылды. Бұл жерде офсайд, әрине офсайдта қалып қойған. Абамеянг ойыннан тыс қалған. Вар жүйесі көрсетіп тұр оны бізге достар. Бұл жерде Канселу әуедегі топқа жақсы таласа білді. Месси тамаша дриблинг достар, Радугамен өтіп бара жатыр. Абамеянг топты жұлып әкетті, іліп әкетті және де бұл жерде айып соққысы. Тибетін кім? Бұл жерде Мессидің аяғына келмейді. Сиқырлы сол аяғымен бағыттай алмайды Месси. Бұл жерде Кевин Де Брюйнеге берейік. Оңтайлы оң аяғымен теуіп жіберсін. Тоғыздықты дәл көздейді деген ойдам және соққы Ливаковичтің қолына тиіп барып қақпаға еніп кетті доп. Тамаша гол, міне бапкерде қуанып жатыр. Тамаша гол болды достар. Айып добынан соқтық. Так, Модрич бірінші тайм осымен аяқталып кетті, айтып ауыр жиғанша. Екінші таймымыз басталды достар. Таяқ жерге тасталды. Қарсылас жаңа шабуыл бастамақшы, енді жаңа деммен шабуыл жасайды. Бұл жерде Жота дейді. Біз допты тартып аламыз, әрине. Шабуыл жасауға мүмкіндік бермеуіміз керек. Бұл жерде Абамеянгқа қарай асырған пас. Абамеянг тамаша дриблингпен алдап өтті және де шаршақ болған екен, бірақ соққы және гол достар. Есеп 3-0, есепті еселей түстік. Абамеянг дриблингі өте жақсы. Шаршап қалса да, болдырып қалса да берілмей соңына дейін күресті. Осындай нағыз футболшылар керек құрамға, әрине. Бұл жерде қарсылас қателік жіберіп жатыр. Келини допты тартып алды. Келини Абамеянгқа пас, Абамеянг тағы алдап өтпекші. Зума допты бермеді. Погба, Марез және де бұл жерде пенальти достар. Ойын ережесін бұзды, Хакимиге сары қағаз көрсетілді. Қарсыласта тамаша мүмкіндік, есеп айырмасын қысқартатын. Бұл жерде былай деп шығар, дұрыс, Навас. Тіс қаққан қақпашы Навас, бұл жолы да қақпас. Командасын құтқарып шықты. Қиын қыстау кезде. Бұл жерде баспен бағытталған соққы айдалаға кетті. Әуелеті асырған пас, Погба бірінші жетуі керек. Сұңғақ бойлы Погба. Бұл жерде Абамеянг топтан айырылып қалды, әрине. Шкриняр өте мықты қорғаушы, бұл тас қамал. Так, бұл жерде Марез, Бен Насер допты тартып алдық. Абамеянг Грилишке пас асырмақ еді, бірақ өтпей қалды пасымыз. Де Брюйне топты тартып алмақшы болған, бірақ қарсылас ойыншылар өте мықты екен. Бұл жерде Шкриняр жанкешілікпен соңына дейін күресіп жатыр. Абамеянг біраз болдырып қалды, бұл ойыншы енді қартайды ғой қанша дегенмен. Модрич, Мессиге пас, Месси де шаршаған екен. Келини Грилиш енді қапталмен жүйткіқ. Грилиш жеткізбейтін шығар, енді тамаша пас асыру керек. Асырды және де бұл басқа Месси жете алама, соққы жасады. Қақпашы өз орнында. Қарсылас сапынан Жота жарақат алған екен. Так, әуелет асырған пас. Бұған бірінші әрине қақпашы жетті. Екінші деммен шабуылды бастаймыз. Грилиш тағы да пас асыруың керексің және пас. Бұл жерде пенальти достар. Абамеянгқа хет-трик жасайтын тамаша мүмкіндік. Енді көрейік, салаламыз ба, салалмаймыз ба. Осы ортасына таман теуіп көрейін енді. Қайтарып қалуы да мүмкін және қайтарды достар.
мүлт кетті Аубамейянг. Осымен біздің матчымыз аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басып отырыңыздар достар, видеомыз ұнаса. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.